Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жылдам дайындалатын бал қосылған пирогтың жасалу жолын ұсынамын. Пісіп жатқандағы хош иісі өте керемет. Пирог жұмсақ болып шығады, арасы толықтай піседі. Дәмі тіл үйіретін пирогты сізде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Шым-шым тұз саламыз. Барлығын 2-3 минуттай араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Сонан соң ас содасын саламыз. Балды саламыз. Мен табиғи балды қолданып жатырмын. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Ендігі кезекте айранды құямыз. Тағы да араластырамыз. Келесі жасайтынымыз жаңғақты ұсақтап аламыз. Мінекей жаңғақты ұсақтап алдым. Сұйық массамызға електен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Бір керкі болғанша жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұсақтап алған жаңғақты саламыз. Силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Пирог пісіп жатқандағы хош иісі өте қатты ұнайды. Осымен қамырымыз дайын. Пирог пісіретін формаға сармай жағамыз. Дайын тұрған қамырдың барлығын құямыз. Беттерін тегістеп жібереміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді, хош иісті пирогымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәмі тіл үйіретін пирогты сізде жасап көріңіз. Жұмсақ болып шығады, жылдам дайындалады. Қалауыңызша пирогтың бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады, немесе шоколад құйсаңыздар да болады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.